Барлықтарыңызға сәлем, көбілеріңіз менен Concordia IC-ді сұрайсыздар. Яғни Concordia IC біріншіден 60 жасқа дейін толтыратын сайттың бірі. Екіншіден, Concordia IC толтыру үшін міндетті түрде сіздің почтаңыз тек қана Gmail болу керек. Басқа почтаны ол қабылдамайды, уже проверенный. Үшіншіден, бұл жерде загранпаспортпен толтырасыздар бүкіл данныйыңызды, және баратын адамдарыңызды загранпаспортпен данныйын толтырасыздар. Және де бұл Concordia IC-ді егер ноутбук болмаса, компьютер болмаса қорқудың қажеті жоқ. Соткамен 5-6 рет баса берсеңіз, ол өткізіп жібереді сізді. Өткеннен кейін ішіне кіріп толтырып жатқан кезде сізде баратын фермаңызды, енді барғыңыз келетін ферма және тағы да қосымша дағдыны сұрайды. Сол жерде баратын ферманы сіз білмегендіктен ферма туралы емес, бұл жерде қосымша дағдыңызды жазасыз, орысша толтырасыз бұл сайтты. Яғни мен поледе жұмыс жасай аламын, командамен жұмыс жасай аламын, аккордта, яғни шапшаңдықта жұмыс жасай аламын, поляда отайды аламын, өсімдіктерді, мынау тағы да овощ фруктарды өсіре аламын, оны сұрыптап жинай аламын дегендей толықтырып жаза беріңіздер. Сосын ол жері сіздерде столбняк туралы сұрайды. Столбняк сіз алсаңыз да алмасаңыз да сіз ақпарат бересіз, оны бермесеңіз сізді өткізбейді. Сондықтан 6 жаста, 16 жаста, 26 жаста, 36 жаста осы әр 10 жыл сайын бір рет салынатын столбняк ол. Мысалы, сіз 40 жаста болсаңыз, 36 жастағы соңғы сол 36 қай жылы болдыңыз, және любой айды күнді көрсетіп кетесіз. Бұл жерден мән беретін нәрсе көптеген сұрақтардың тұсында қып-қызыл кішкентай жұлдызша болады. Бұл міндетті сұрақтар деп аталады. Олардың біреуін тастап кетсеңіз, анкета ары қарай өткізбейді. Ең соңында барлығын толтырып, кіммен барасыз, барлығын толтырып болғаннан кейін, сіз анкетаны отправить басқан кезде, сіздің экраныңызда ваша анкета успешно зарегистрирована деп қана шығады. Почтаға ештеңе келмейді. Одан қорықпаңыздар. Сіздің бірінші часть анкетаңыз қарастырылғаннан кейін 15 күн ішінде электрондық почтаңызға екінші часть келеді. Екінші частьті толтырғаннан кейін ғана сізге үшінші часть келеді. Сөйтіп 4-ші, 5-ші, 6 деп ең соңында 8-ші часть сіздің аяғыңыз Англияның жеріне тиген кезде 8-ші часть сонымен аяқталады. Сондықтан әр частьтің өзінің беретін тапсырмалардың инструкциясы болады. Соны баса отырып толтырасыздар. Және бұл сайтта ешқандай медсправка керек емес. Себебі егер сіз өтіп жатқан жағдайда олардың өзінің меддекларациясы бар құжаты. Сол меддекларацияны сізге жібереді. Соны аласта шығарып, толтырып, қол қоятын жерде қол қойып, числоны қойып, аласта сканировать етіп, фотоға түсіріп салып жібересіз. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, себебі бұл жұппен баратындарға, достарымен баратындарға және 60 жасқа дейін баратын адамдар үшін өте үлкен мүмкіндік беретін сайттың бірі, және тез жауап береді, тез әрекет етеді. Сондықтан сіздерге тек қана сәттілік тілеймін.